Неше рет келдім мешітке. Ухоженный, таптаза, свежий прям, постоянно воздух. Өзі дизайн жағынан да масқара енді. Модный самый красивый, удобный деп ең мықты мешіт деген Қарағандының облысының ең таза, аяқ бет сүртетін нормалдар жуылып тұрады постоянно, аяқ сүртетіндер тазалап тұрады. Мынаның бәрі іші тап-таза болып тұрады. Қағаздары бәрі тұрады. Машина. И цветі қандай модный, әдемі. Іші қандай таза. Ананың іші айнадай. Ашпай қойын. Люстраны өзін айтсайшы. Жағын жауып кетті. Анамда жуатын нелер ғой. Жылдың ең үздік мешіті деген беруге болады. Қарағанды. Өз ойынша. Ешқандай уборщица да жоқ. Уборщик та жоқ. Бәрін ешқандай порядок. Бәрін өздері істейді. Жамағат. Бәрі орында. Тап-таза. Приятно прям мешітке келсең бар ғой. Шыққың келмейді. Келіп жатам осында. Бірдеңе оқып, бірдеңе көріп, ұйықтап қайтасың. Мешіттен осындай болу керек қой. Адамның келгісі келіп тұратын. Кішкентай болса да. Соңы. Кішкентай болса да, міне тап-таза. Әдемі. Имамдар отырады. Қараңызшы қандай. Ауасының өзі қандай тап-таза. Есік алдында жаман емес. Ағаштары бәрі отырғызылған әдемі. Суаратындары бәрі бар. Лифт бар. Аль-Харам. Аль-Рахман деген мешіт. Ең соңғы салынған мешіттердің бірі ғой.